Сосын мүминдер, естеріңізде болсын, мүминдер ешқашан идеал боламайды. Ешқашан идеал боламайды. Идеалды ешқашан іздемеңдер араларыңызда. Ол тек пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Алланың сақтауымен сақталған. Алланың баптауымен бапталған осы ұлы іс үшін. Өте биік дәрежеде. Ал енді бір-бірлеріңнен идеал іздемеңдер. Қателігімен бірге мойында қасыңдағы адамды. Шанс бер оған, адам болуға, пенде болуға. Пайғамбарымыз асырам айтты ғой, егер жердің бетіндегілердің бәрі күнәсіз адамға айналатын болса, яғни идеалдарға, онда олардың міндеті аяқталды дейді. Жердің бетіне сыпыра саламыз да қателік, күнә жасайтындарды әкелем дейді. Негізгі мақсат сол дейді, адамзатты жаратудағы. Алайда күнә қателігіне кешірім сұрап отқан адамға не жетсін? Алламен жолығатын күнді тілеп, кешірім сұрап, көзінен жас ағып, көрмеген бұл ақыретте де, қиямет сағаты да, жаңағы махшарды да ешкім көрген емес. Осындай ләззаттарда, осындай рухани күйді бүгін өзімізге өзіміз жасамасақ, Алла мүмкіндікті молынан беріп жатыр да, күндізді де, түнді де беріп жатыр. Міне бұл аяттар осындай сілкіністерді әкеледі. Біз осы дүниеде сілкіну керекпіз. Ертең Алла тағала қиямет күні бізді сілкімесі үшін кәпірлерді сілкігендей.